мынаны қараңыз. Қазақтың мақалы: алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді дейді. Осы жердегі қазақтың айтып жатқан алтауы не десе, кейбіреулер туысқан ағайын дейді. Ал біздің қазақ туысқан біріншіден сөйлесе 7-ден бастап сөйлейтін ма, қасиетті деп. Бірақ біздің апаларымыз кезінде 10-15-20-ға дейін туғандар болған. Неге туысқанда тура алтаудан бастайды? Ол жердегі алтау ала болса деген бар ғой, біздің ақидамыз айтып жатыр екен ғой. Жаңағы иманның 6 шарты бар ғой. Соның біреуі дұрыс болмаса. Ассалаумағалейкум ағайындар. Білгенімен бөлісейін. Біліп жүріңіздер. Шыңғыс ханның заманында кеңесшісі бір данышпан Майқы би деген атамыз болған. Шыңғысты ұлы хан қылып көтерген 12 бидің бірі дейді. Оны мына өзбектер де, қырғыздар да мойындайды. Осы Майқы бидің тұсында аталарымыз елді, халықты біріктірумен айналысқан. Бірлік болмай тірлік болмас деген сөз сол кезде шыққан. Осы Майқы бидің тұсында алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді деген мақал шыққан. Ол сол заманда аталарымыздың дәуірі жүріп тұрған алтын орданың кезіндегі халықтарды айтады. Алталашқа бірінші қазақ кіреді. Ол кезде қазақ, ноғай, қарақалпақ бір болған, бір алаш. Екінші алаш ол татар мен башқұрттар, ол кезде бір болған, екінші алаш. Үшіншіге өзбектерді қосады, оған құрама деп атаған. Төртіншіге қырғыздарды қосады, бесіншіге түркмендерді қосады, алтыншыға құмықтар. Алтын орда дәуіріндегі Дағыстан жерінде қалып қойған кезіндегі Дешті қыпшақтың құрамында болған біздің бауырларымыз құмықтар. Біліп жүріңіздер ағайындар, осылардың барлығын алты алаш деген. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, осы алтауы бір-бірімен ұрысып қырылыспау керек деген. Төртеу түгел болса деген нәрсе, төртеу түгел болса төбедегі келеді. Қазақта сөз бар: 12 мүшең аман ба, 4 мүшең сау ма? 4 мүше деген 2 қол мен 2 аяқты айтқан. Деніміз сау болсын, сонда бәрі болады деп айтамыз ғой. Осы мағынаны білдірген. Кейін отарланғаннан кейін, біздің тарихымызды, мәдениетімізді бұрмалағаннан кейін бұл мақал қалып, бірақ мағынасынан айырылған. Кейінгі мағынасы мына жанұядағы, отбасындағы ауызбіршілікті айтқан. Алтау ала болса, бір-бірлеріңмен ұрсатын болсаңыздар, ана есік жақтағылар да сендерден қашады, көршілерің де араласпайды. Ал сол алтаудың хотя бы төртеуің бір болсаңдар, қалған екеуі де бірлікте болады. Бәрі де болады, төртеуі төбедегі келеді деген. Осындай мағынаны алған. Және бір сөз бар: ақсақал айтты, бай айтты, кім айтса мейлі ол айтты, ақыл сенбей сенбеңіз. Ақпараттық кеңістік шексіз, ақпарат көп. Ақыл сенбей сенбеңіз.